Педофилдар көбейіп кетті. Бұл аға мені өнер мектебіне апарып тастайын деген, бұл аға болса мені алып кетті. Қайта Алла сақтап қалды. Кішкентай қыз дер кезінде мүмкіншілікті пайдаланып, анау кісілерге мен құтқарыңыздар, менің әкем емес дейді, мені алып кетті деп дер кезінде айтты. Осыны пайдаланып, әлгі апайымыз телефонын ала қалып, видеоға түсіріп, ана жүгірмекті кім екен, кел мен саған көмектесейін, бүйтейін сөйтейін деп әңгімеге тартып, әдейі видеоға тартып алды. Бұл ертең үлкен дәйек болады полиция органдарына. Мысалы біз өзіміздің балаларымызға ең әуелі біз жауап береміз, ата-ана ретінде. Біз қарауымыз керек, жұмыс істемей әуелі балаларымызға мейлінше қарайық, болмаса біреуді жалдайық. Бұл жерде көңілді ауыртатын дүние, ата-енемізден қашамыз, туысқандарымызбен араласпаймыз. Баяғыда туысқандармен араласқанымыз соншалықты, балаларын ана ағайынға беріп кетеді, әкпесіне, ағасына табыстайды, бір-бірімен былай етене араласатын болған. Ал қазір бір-бірімен ешкім араласпайды. Сондықтан да балаларымыз жалғыз қалып отқан себебінің бірі осы да. Алыс туысыңнан гөрі жақын көршің артық дейді. Көршілермен де жақсы болсаң, көршілерге табыстап кетсеңіз де болады. Өзімізді әке-шешеміз кезінде көршілерімізге табыстап кететін болған. 2-3 күн деп көршінің үйінде жататынбыз, көршімізге қарайтын өз баласындай. Қазір неге ондай жоқ? Неге осыны істемеске? Өйткені біздің қазіргі мынау интернет желісі, телефон, сотовый телефон барлығы олар қарасаң жақындастыратын сияқты, бірақ керісінше алыстатады. Қоғам болғаннан кейін, қоғаммен етене араласқаннан кейін біз әуелі туысқандық қарым-қатынас, жора-жолдастық қатынасты мықты ұстануымыз керек. Балаларды ешқашан жалғыз өзін жіберіп қоймаңыздар, нан алып кел деп. Мектепке барып келу қазіргі қоғамда өте қиын. Иә, айту оңай, бірақ шешім бар. Әр бала біздің аманатымыз. Аманатымызға қиянат жасамай жүрейік.